Ақтөбе орта мектебі мектеп жасына дейінгі шағын орталығы бар коммуналдық мемлекеттік мекемесі. Педагог-психолог Алишева Аслай Көкеновна. Құрметті ата-аналар, елімізде енгізілген төтенше жағдайға қатысты қашықтықтан оқыту барысында сабыр мен төзімділік танытып, бұл уақытша жағдай деп қарайық. Көптеген негативті пікірлерді олап, өзімізге жақын қабылдамай, алып қашпа сөздерден аулақ болып, өзіңізге, балаларыңызға үрей тудырмай, жақсы көңіл күйде, жақсы ойда болуға тырысайық. Балаларымызға дұрыс қарап, олардың жанынан табылып, уақытымызды тиімді өткізуге тырысайық. Дәрігерлердің кеңесін ұстанып, өздеріңіздің денсаулықтарыңызды сақтаңыздар. Қашықтықтан оқыту кезінде ата-анаға арналған кеңестер. Сабырлық пен шыдамдылық таныту. Балаңызды шама келгенше құрылғылармен қамтамасыз ету. Ұстаздармен бірлесе жаңа тәжірибені қабылдауға көмектесу. Балаңыздың қолдаушысы, кеңесшісі болыңыз. Балаңыздың бос уақытын тиімді ұйымдастырыңыз. Күн тәртібінің дұрыс өтілуін қадағалау керек. Баланың бос уақытында баланы дамытушы ойындар ойнаңыз. Бірге отбасылық фильмдер көріңіз. Үй шаруасына тартыңыз. Қашықтықтан оқу кезінде нені ескеруіңіз қажет? Сабақтың басталу уақыты. Сабақ кестесі оқушының жұмыс орнында міндетті түрде болуы керек. Компьютер, телефон толығымен зарядталған болуы тиіс. Сабақ барысында балалардың бөлмеден шықпауы, орынсыз тамақтанбауы, басқа бөгде заттарға алаңдамауы, онлайн сабақтан шығып кетпеуі назарда болуы керек. Ата-аналардың есіне, сабаққа оқушының себепсіз қатыспай қалмауын қадағалаңыз. Сабақ барысында ата-аналарға балаңыздың тапсырма орындауында араласуға көмектесуге болмайды. Сабақтың өтілу барысында мұғалімнің рұқсатынсыз суретке, бейнетаспаға түсіруге, жүргізілген сабақты әлеуметтік желілерде жариялауға қатаң тыйым салынады.